Суды көп ішсең многоводие болады, суды аз ішсең маловодие болады деген қате ұғым. Әсіресе мына ультрадыбысты зерттеуге келген кезде мен диагноз қоям, многоводие десе, яғни суды аз ішу керек екен деп ойлайды. Суы аз десең, яғни суды көп ішу керек екен деп ойлайды, иә. Сосын әсіресе екінші, үшінші семестрде әйелдерде аяқ қолдары жаңағы ісініп кетеді да, бұл кезде де суды аз ішу керек деп ойлайды. Бұл өте қате ұғым. Сіз кәдімгі суды физиологиялық жағдайда қанша күнде қабылдап жүрсіз, сіздің ағзаңыз қанша суды қажет етеді, солай ішіп жүріңіз. Әрине тұзды тағамдарды азайтамыз, жаңағы тұзды қияр, соленый огурцы, неше түрлі салаттар, неше түрлі қуырған балық, сондай тұзды тағамдарды аз пайдалануымыз керек. Себебі тұзды тағамды құртты көп адамдар, мысалы пайдаланған кезде ол ағзада суды ұстап тұрады, жаңағы судың шығуы қиналады да, бізде дене